Сәлем достар, бүгін сіздерге мен асқабақтың дәні жайлы түсіндіріп өткім келіп отыр. Мынау мен базардан сатып алған асқабақтың дәні. Бұл негізінде мүлдем асқабақтың дәні емес екен. Міне, көріп тұрсыздар ғой, иә? Осы мен өзім асқабақтың дәні екен деп сатып алып, балдардың құрты кетірейін деп, сонымен қатар пайдалы деп балдарға жегізіп жүрген едім. Сөйтсем, бұл мүлдем асқабақтың дәні емес болып шықты. Енді қараңыздар. Менің көзімнің жеткені, мынау біздің өзіміздің ауылдың, яғни асқабағы мынау. Мынау мен әсел пешке кішкене қуырып алғаным, яғни кептіріп алғаным. Қызартпағам, тек қана кептіргемін. Сол себепті мынау қоңырқай болып тұр. Түсі көрініп тұр ма сіздерге? Ал енді мынау жай осы табақта, ыдыста тұрып кепкен түрі мынау, міне. Бұл сап-сары, өздігімен кепкен. Мынау пешке салынған, а мынау өздігімен кеткен. Екеуінің түсі екі түрлі болып тұр, иә? Жалпы екеуінде мынандай витамині құрған жоқ. Мынау енді витамин өзінде. Мынау пешке күйіп кетті витамин дейтін болсаңыздар, бұл просто жай градуста кептірілген. Шағуға ыңғайлы болсын, дәл осылай кептірдім. Енді айтайын дегенім, екеуінің дәні екі түрлі. Яғни мен базардан алып жүрген асқабақтың дәні мүлдем алмаңыздар деп айтқым келеді сіздерге. Мүлдем ол асқабақтың дәні емес екен. Міне. Жай витамин ретінде алам десеңіздер болады, алайда міне. Бұл мүлдем асқабақтың дәні емес. Екеуі екі түрлі. Мынау қуырылмаған түрі. Кішкене кептірілмеген, өздігімен кепкен түрі. Дәмі өте керемет. Мен алдында осылай балдарға қуырып беріп жүрген едім. Балдар пістенің дәміне ұқсайды, тәтті екен деп тақылдап шағып жеп қойды. Міне. Қазір бөлініп кетті. Алайда мүлдем ұқсамайды. Міне, шапсырсаңыздар, міне. Қараңыздар, міне. Өзіміздің асқабақ мынау, міне, қараңыздар. Мынау мүлдем басқа. Көрініп тұр ма сіздерге? Сол себепті мына дәнді алудың қажеті жоқ екен. Бұл просто балдарыңыздың өтін тудырасыздар майлы немен. Жай витамин ретінде анда-санда беріп тұрсаңыздар болады. Атак кәдімгі мынандай дәу асқабақ алып, осындай дәнін кептіріп, егер мүмкіндіктеріңіз болмаса, әсел пешке кішкене кептіріп алсаңыздар болады. Егер үйде жаңағы жақсылап көгертпей кептіріп алам дейтін болсаңыздар, дәл осылай сарғайтып кептіріп, балдарға шағып берсеңіздер болады. Айтып жатқан себебім, көп жастар, яғни мен өзім де қателестім бұны. Көзім көрмей, осы асқабақты алып келіп, осы дән үйде болды. Көрейінші, осы екеуінің дәнін салыстырып дедім. Қызық ретінде сөйтіп мынаны кептіріп, осылай көрейін деп шағып көрсем, екеуі кәдімгі екі түрлі. Және дәмі де екі түрлі. Мүлдем ұқсамайды өзіміздің асқабаққа.